көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкері Ташен Мұхаммедәли. Бүгінгі айтылатын тақырып қызба, яғни температура кезіндегі алғашқы көмек. Жалпы қызба дегеніміз, организмнің инфекцияларға қарсы күресі. Жалпы организмге инфекция енгеннен кейін организмнің соған жауабы ретінде күрес нәтижесінде дене температурасы көтеріледі. Қызба әсіресе инфекциялық ауруларда кездеседі, көбінесе инфекциялық емес ауруларда кездеседі. Қабынуда, инфекциялық аурулардың ішінде көбінесе ол тамақ, өзімізге күнделікті кездесіп жүрген грипп, яғни ORV, жедел респираторлы вирусты инфекцияларда кездесіп жатады. Қызба кезінде біз дәрігерге дейінгі көмек қалай көрсетеміз жалпы? Соға дейін біз қызбаның екі түрі бар. Соны анықтап алуымыз керек. Біріншісі қызыл гипертермия, екіншісі ақ. Ақ қызба, қызыл қызба деп айтсақ болады. Түсінікті тілде ақ қызба кезінде, мысалы, сол қызыл қызба туралы айтсақ өтсек, бірінші қызыл қызба дегеніміз, қызыл гипертермия кезінде кішкентай бала болмасын кездессе, бірінші ұстап көреміз, денесі қызарып тұрады, біріншісі аяқ қолдары жылы болады бұл кезде. Және ол жерде анық дене қызу көтеріліп тұрғаны байқалып тұрады. Теріге тері жанасқан кезде, ұстап көрген кезде. Температура мүмкін 38-де 6, 38-де 8 болуы мүмкін, және одан ашуы мүмкін. Бұл кезде қандай көмек көрсетеміз? Ең бірінші, балаға таза ауаның келуін қамтамасыз етеміз, үстін орап, жауып тастаған жағдайда, оның киімдерін шешеміз, ауаның келуін қамтамасыз етеміз. Содан кейін күнделікті өзіміздің беретін дәрілер береміз, ибуфен, парацетамол, свеча қолданамыз. Бұлардан нәтиже болмаған жағдайда, нәтиже аз болған жағдайда әрине ол физикалық әдісті қолданамыз. Жылы суды алып, оны дәкемен, денесін сүртеміз жылы сумен, дәкенің көмегімен, немесе марлының көмегімен жалпы. Тек спирт немесе басқа да заттарды суға араластырмаймыз. Спирт, сірке қышқылы керек емес. Бұл көп жағдайда интоксикация тудыруы мүмкін. Және осы әдістен кейін баланың температурасы біршама түсіп отырады. Және бақылаймыз. Келесі ақ қызба, ақ гипертермия. Бұл кезде баланы ұстап қараған кезде денесі, аяқтары мен қолдары салқын болып тұрады. Және ерін аймағы көгерген. Бұл кезде әрине ол тамырларда спазм болып жатыр. Бұл кезде біздің күнделікті қолданатын, жаропонижающийлер, ибуфен, парацетамол, свеча болмасын, оның көмегі аз болады. Сол себепті спазмолитикалық таблеткаларды қолданамыз. 6 жасқа дейінгі балдарға көбінесе тротаверинді, өзіңіздің дәрігер таныстарыңыз болса сұрап кеңесе отырып, 6 жастан асқан балдарға ношпаны болады. Және дене қызуы көтерілген кезде көп адамдардың қателіктері. Ең бірінші денесін жаурап тоңып жатыр деп көрпеге орап тастау, және содан кейін сұйықтықты аз ішкізу, және содан кейін анальгин және аспирин секілді таблеткаларды беру. Бұның барлығы қате. Аспирин таблеткалар көбінесе ол әрине асқазанның ойық жарасын алып келуі мүмкін ашқарынды ішкен жағдайда. Ал денесін көрпемен орап тастаған кезде ол міндетті түрде ыстық қайда кетеді? Температурасы көтерілгеннің үстіне көтеріле береді. Сол үшін бұл қателіктерді жібермейміз. Ал келесі, негізінен сұйықтық көп беру деп айтып отырмыз ғой. Ол сұйықтық организмге енген сайын су балансын реттеп отырады. Тек қана жаропонижающий беріп, ол сұйықтықтарды аз ішкізсеңіз, оның да нәтижесі аз болады. Және сонымен қатар жаропонижающийлер, таблеткалар бергеннен кейін температурасы 38-де 8 болып тұр, бірден 37-ге түсіп кетуі ол мүмкін емес. Жаропонижающий бергеннен кейін 3 минуттан кейін бастап әсер етеді. 38-де 8 болып тұр, 38-де 3-ге, 38-де 4-ге дейін түссе, ол уже нәтижесі, ол көмектесіп жатыр деген сөз. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазыңыздар.